Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздерменен үй жағдайында вареники жасап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, төмендегі тіркелу кнопкасын басып, жанындағы қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ұнымызға дәміне қарай тұзды саламыз. Үстіне суымызды және сұйық майымызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Менің каналыма қолдау білдіріп, төмендегі тіркелу кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге каналым ұнап жатса, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Бір жуамызды ұсақтап, осылай кубиктап турап аламыз. Жуамызды табаға азғандай сұйық майымызды құйып, қызарғанша қуырып аламыз. Картопымызды алдын ала суға пісіріп дайындап аламыз. Дәл осылай езіп, үстіне тұзымызды салып және қуырылған жуамызды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Өзіңізге ұнаған көлемде бөліктерге бөлуіңізге болады. Бетін жауып, осылай шетінен алып, жайып аламыз. Орташа көлемде осылай жайып аламыз, және ортасына салмасын салып, кез келген формада түйіп шығуыңызға болады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңадан шыққан видеомен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Каналымда үй жағдайында қолжетімді азық-түліктерден түрлі тағамдар мен тәттілерді көрулеріңізге болады. Вареникілеріміз дайын. Енді алдын ала қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, вареникілерімізді бір-бірден салып пісіріп аламыз. Вареникілеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Мейрамкүл. Барлығыңызға ас болсын.